Жел еркін есіп кеңістікті кезген сайын мыңдаған адам ең қажетті игіліктен тұрақты электр энергиясынан айырылып отыр. Қазақстан бойынша 127-ден астам шалғай ауылдар электр энергиясына қол жеткізе алмай келеді. Біз шешім таптық. Сіздерге жаңа батыр жобасын ұсынамыз. Роторлық жел генераторы. Оның өнертапқышы инженер-технолог Дурманов Абдумутал. Жоба жел энергетикасы саласына, дәлірек айтқанда, баламалы энергия көздеріне жатады. Бұл құрылғы 1998 жылы Қазақстан үшін жасалып, 2011 жылы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің зияткерлік меншік құқықтары комитетінен патент алған. Бұл ата-баба даналығынан шабыт алып, заманауи ғылым қуатымен жасалған инновациялық құрылым. Біздің бірегейлігіміз неде? Бірінші, жел бағытына тәуелсіз, үздіксіз энергия өндіру. Екінші, қалақтарды бұрусыз, желді кез келген бағыттан ұстау мүмкіндігі. Үшінші, қазақ киіз үйінің аэродинамикасын қайталай отырып 30 метр секундқа дейінгі желге төзімділік. Төртінші, пайдалану тиімділігін КПД 15-20%-ға арттырады. Сынақ нәтижесінде 7 метр секунд жел жылдамдығында 20 киловатт қуат алынған. Бесінші, айы негізіндегі қауіпсіздік жүйесі, ауа райына автоматты бейімделу. Алтыншы, біздің командамыз кез келген бағыттағы желмен тәулік бойы 24/7 жұмыс істейтін 89% КПД-мен энергия өндіретін роторлық жел генераторын жасап шығарды. Бұл оны баламалы энергетикадағы мәңгі қозғалтқыш тұжырымдамасына барынша жақындатады. Жел қондырғысының құрылымы. Болат корпустағы жел дөңгелегі ротор, ішкі жағында орналасқан улитка ауа қабылдағышы, тұрақты тік қалақшалар жүйесі, ауа сиреккіш құрылғысы, машина залы, энергия түрлендіргіш бөлмесі, муфта беріліс қорабы, КПП, бұрыштық редуктор, АИ контролері бар қауіпсіздік жүйесі, энергияны қосу, өшіру және датчиктерді басқару панелі. Жобаны 5 киловаттан 20 000 киловаттқа дейін кез келген тұтыну көлеміне бейімдеп жасауға болады. Байланыс деректері: телефон, электронды пошта.